сами, өздерің қалайсыңдар. Если уважительная форма, то это звучит так. Өздеріңіз қалайсыздар. Обратите внимание, өздерің қалайсыңдар. Эта форма вопроса может быть использована для ровесников или младших по возрасту, для того, кто спрашивает. А өздеріңіз қалайсыздар? Это уважительная форма. Вопрос, о кому обращаемся на «вы». Өздерің, өздеріңіз. Это множественная форма. Исабекова Салтанат Ермекқызы. Орыс тілді аудиторияға қазақ тілін насихаттаушы. Заманауи технологиялармен жұмыс жасайтын практик мұғалім. Давайте изучим казахский кітабының негізінде базовый казахский және продвинутый казахский курстарының авторы. Орыс тілді аудитория үшін қазақ тілінің тілдік ерекшеліктері мен грамматикасына зерттеу жүргізіп жүрген маман. Экономика мамандығын бітірген негізінде, сосын мен Таразда экономикалық, есеп экономикалық қазақ түрік колледжіне жұмысқа келгем. Сол кезде менің байқағаным, оқу ісінің меңгерушісімен сөйлескен кезімде, ол кісі әлі күнге дейін бүгінгіде есімде айтқан болатын, болашақта қазақ тілі және Қазақстан тарихы пәндерінен ауадай қажет болады. Жақсы мамандар, жақсы мұғалімдер. Ал сол мектепте, сол колледж қабырғасында жұмыс істеп жүрген ұстаздардың құлшынысын көріп, ұстаздардың баламен қарым-қатынасын көріп, мен де мұғалім болғым келді. Бірінші себеп. Екінші себеп, менің әкем себеп болды. Әкемнің айтқан сөзі: Салтанат, мұғалім бол, өзің адамдарды тәрбиелеймін деп, өзің де тәрбиелі боласың деген. Негізінде Бөпежанова деген филолог бар, Қазақстан деңгейінде танымал, өте сол белгілі атақты мұғалімнің сіңлісі бізде ауылда маған сабақ берген. Сол мектепте оқып жүрген кезінде есімде, басқа пәндер олай есімде қалмапты да, бірақ қазақ тілінен каникул демалыс сайын бізді кітапханаға жіберетін. 5 ғасыр жырлайды, ай заман, 7-ші сынып кезде ғой ол. Сол кезде бала кезімізден сол қазақ тілді оқып, үйреніп, одан кейін әжемізден дәстүрді көріп өстік та, ол бір ауылда өсіп, ауылда тәрбиені алғанымыздың пайдасы. Және соны өскен кезде мен ойладым, қазақ тілін маған үйрету қиындыққа соқпайды деп. Сол себептен де осыны мамандық ретінде таңдадым. Негізі қазақ тілінің мүмкіндігі өте кең да, оны түсінген адамға қазақ тілі өте кең ауқымда мүмкіндіктер береді. Қандай мүмкіндіктер? Мысалыға, менің мамандығымды алып қарайтын болсақ, қазір мен өте қызықты әртүрлі саланың мамандарымен күнделікті танысамын. Олар маған өздерінің өмірлік жолдарын айтып береді, салаларын айтып береді. Маған қызықты осы жағы. Сосын мысалға шетел туралы айтатын болсақ, шетелде қаншама қандастарымыз бар, олар да ана тілін білмейді. Соларға да байланысқа шығып, қазақ тілін үйретуге болады. Сондықтан қазақ тілінің мүмкіндігі өте ауқымды. Маған келетін кісілер, жас ерекшелігі 30-дан 45-50 деп айтайық. Осы кісілер көбінесе маған қазақ тілін үйретіңізші деп келеді. Және жас ерекшеліктеріне байланысты олар әрине әртүрлі саланың адамдары. Мысалы айтатын болсақ, кәсіпкерлер, дәрігерлер де бар, әсіресе өңірлік аймақтардан келетін депутаттар да бар, көбінесе кәсіпкерлер, жеке кәсіпкерлер. Бұрынғы экс-министр Жансейіт Түймебаев мырзаның шақыртуымен, және де ол кезде, ол сәтте мен қазақ түрік лицейлерінде сабақ беріп жүрген болатынмын. Сол ағайларымыздың нұсқаулығымен мен Түймебаев мырзаның жобасына қатысқан болатын. Ол кісі мұғалімдерді шақырды, арнайы ұстаздарды, ел басқарып отырған үкімет деңгейіндегі азаматтарды қазақша үйрету деген жоба ашқан болатын. Сол жобада профессор доктор Ираида Кайырханқызы Кубаева деген мұғаліммен мен және тағы да бір 3 мұғалім болып жұмыс жасаған болатынбыз. 3 жыл мерзімінде Мәсімов мырзаны оқытқанбыз. Қазақ тілі құрылымдық тұрғыдан шет тілдер аудиториясы үшін зерттелмеген.
Бұған себеп ретінде мен айта кетейін, мысалға мектептерде шет тілдерін қосымша алып жүретін бірнеше атаулы мектептер бар. Сол мектепке бала белгілі бір жыл мерзімінде оқып бастаған кезде, мысалы ағылшын болсын, түрік болсын, орыс болсын, украин болсын, көптеген шет тілдерді үйрететін мектептер бар. Сол бір жылдан кейін бала сол тілде, шет тілінде сөйлейді, бір қазақ тілінде сөйлемейді. Мәселе қайда жатыр? Мұғалімде ма? Немесе оқушыда ма? Немесе қазақ тілінің табиғатында ма? Жоқ, бұлардың ешқайсысы емес. Мәселе оқыту методикасы мен дидактикалық материалдарда болып тұр. Сонда, егерде жаңағы оқытатын бір мұғалім, қазақстандық мектеп, қазақстандық мұғалім, беретін пәндері әртүрлі, нәтижесі әртүрлі. Баланың алып отырған нәтижесі де әртүрлі. Бір жылда бала ағылшынша сөйлеп шығады, бір жылда бала қазақша сөйлемей шығады. Демек, бұл жерде мәселе методикалық тұрғыдан болып тұр. Қазақ тілін қазақша түсіндіріп, ол бір нәтижеге қол жеткізбейтінді мен түсіндім. Маған бұл жерде инструмент ретінде орыс тілі керек. Ал орыс тілінің үйрету тілін үйрену керек қой. Біздің қазақ тілі мамандарына орысша білу ол шарт. Егерде сіз сол адамға қазақша үйретем десеңіз, сіз ол адамның тілін білу керексіз. Ағылшын тілі ол ағылшын тілінде үйретіп жатыр, ол нәтижеге жетіп жатыр. Бірақ олардың қаншама қосымша материалдары бар қасында. Мұғалімге деген, ата-анаға деген дидактикалық материалдары, видео, аудио, мультфильм керек десем, бүкіл жаңағы қосымша материалдар. А бізде қазақ тілінде ондай жоқ. Сол себептен де инструмент ретінде, құрал ретінде орыс тілін біз өзімізге қару ретінде алу керекпіз. Сол кезде біз күшті боламыз. Қазақ тілінің мамандарының мәртебесі сол кезде өседі. Университеттерде, институттарда қазақ тілі пәндерін орыс тілді аудиторияға үйрету үшін орыс тілі пәнін кіргізу керек мамандарға. Стилистикасы болсын, орфоэпиясы болсын, орфографиясы болсын, әдебиеті болсын, кіргізу керек, оқыту керек. Сол кезде біздің мамандардың күші мықты болады. Қазіргі мектептерде, енді мектептерден қол үзіп қалғанына бір шама жыл болды. Өзінің жұмыс жасаған жылдарды айта кетейін, бұл 2011-2012 жылдар. Ең соңғы жаңағы мемлекеттік мектептерден кеткен уақытым болатын. Сол жылдары мен өз жеке басымды айтатын болсам, және әріптестерімді айтатын болсам, менде ұйқы болмайтын. Көбінесе жаңағы өшірлерді алып тастайсыздар ғой, кесіп тастайсыздар ғой, қатты күлген жерлерімді. Жаңағы өзімді айтатын болсам, көп уақытым сабаққа дайындалуға кететін. Себебі балаға көңіл күй сыйлау керексің, әрине оған білім беру керексің. Бір алдыңда 30 бала отырады кемінде, сол балалардың барлығын жұмыс жасата алу керексің. Ол балалардың кемінде 3 дәптері болады, бірақ мен жұмыс істегенде 5 дәптері болатын. Шығармашылық тұрғыдан мен тағы да 5 дәптер, бір баланың 5 дәптері бар, ойлаңыз. Ол тексеру жұмыстары, ол да уақыт, қағаздар, негізі қазақ тілі мұғалімдерін қағаз бастылықтан құтқару керек. Қазақ тілі мұғалімдеріне жаңағы шет тілдерін үйрететін мүмкін жаңағы шетелдерден мұғалімдер әкеліп, сол шығармашылық тұрғыдан көп жұмыс жасату керек та. Кітап жазуға атсалыстыру керек, методика жазуға атсалыстыру керек, қағазбаздылықтарды, қағаз жаңағы құжаттарды көбінесе алып тастау керек ол кісілерден. Негізінде осы карантинге дейін мен өзім 3-4 жыл бұрын қалай оқыта аламын, қалай мен массаға шыға аламын, қалай мен жаппай оқытуға көше аламын деген сұрақты қойдым өзіме. Сол себептен алдын ала видео жазу, техникалармен жаңадан шығып жатқан, солармен қарым-қатынасымды жақсарту, оларға бір шошымай, олардан шошымай керісінше жақынырақ жаңағы соларды білетін адамдармен кәсіпқой адамдармен кездесіп, үйреніп, содан кейін сабақтарымды видео ретінде жаза бастадым. Сосын сол видеоларымды, мысалға, кейбір адамдар болады қазір, графиктері, күнтізбелері өте тығыз. Олар маған келе алмайды сабаққа, бірақ мен оларға видеомды берем. Олар кез келген уақытта 24 сағаттың ішінде 5 минутын, 10 минутын бөліп сол сабақты қарай алады. Содан кейін маған ол жаңағы өзінің тапсырмаларын тексеруге жібереді.
Бұл бір. Екіншіден, онлайн мүмкіндіктер туралы айтатын болсақ, оқытудағы, егер де бұл жерде де методикаға келіп тіреледі. Ана мультфильм «Панда» бар ғой, не дейді? У тебя получится, у тебя, ну как десе жаңағы несі айтады ғой, мастера, не знаю, деп, немесе әкесіне келеді ғой, ана не дейді, әкесіне келген кезде, әкесі алдында лапшаларды жасаған кезде, ой, секретные ингредиенты, у меня самая лучшая лапша, это не в мире нет. Сон кейін баласына айтады ғой, на самом деле нет никаких секретных ингредиентов, все дело техники. Техникаң болса, методикаң болса, ол деген сөз қиыннан қиысып кетеді. Қиыспай тұрған нәрсе өзінше бір қисынын тауып кетеді деген сөз. Сол онлайн оқытуға алып келетін болсақ, қазіргі онлайн платформалар офлайн кездесулердің барлық мүмкіншіліктерін береді. Біріншіден, адам мені көреді. Бір жерге барып алдын ала уақытын жұмсамайды. Екеуміз бір-бірімізге оқушымен кездесу үшін алдын ала 1 сағат дайындалу керек. Уақыт үнемді ма? Үнемді. Екіншіден, тыңдай алады ма мені? Тыңдай алады. Көре алады ма мені? Көре алады. Офлайннан қай жері кем? Үшіншіден, менің экранымды реалити дасқа қазіргі уақыттағы нақты тақта ретінде көре алады. Мен ол жерге жазуда жаза аламын, суретте әкеле аламын, видеоны да көрсете аламын, сөздіктерді аша аламын, жұмыс жасай аламын, этимологиялық, аудармалық немесе басқадай нәрселерді көрсете аламын. Көрсете аламын ба? Көрсете аламын. Офлайннан қай жері кем? Ешқандай да кемшілігі жоқ. Көптеген оқырмандарым қазіргі таңда менен сұрайтындары, Салтанат, оқыту бағдарламасы қай әліпбиде болады? Латын әліпбиінде ме немесе кирилл әліпбиінде болады ма деп сұрайды. Сұрақтар өте орынды, себебі неше жылдан бері латын әліпбиге көшу туралы мәселелерді қоғам болып көтеріп жүрміз. Жаңалықтардан күнде естиміз, бүгін ертең көшеміз деген жаңалықтарды көп оқимыз. Және де жыл сайын бізге жаңа әліпбилердің нұсқаларын бізге ұсынып отыр, иә. Мынау соңғы бекітілген әліпби ретінде әліпби деп бізге ұсынып отыр. Енді әрине мен бүгін көшуге дайынмын. Бірақ ол әліпбиге қоятын талабымыз, ол әліпби клавиатураға дәлме-дәл келу керек. Қолданылып отырған компьютерлік бағдарламаларымызға оңай, жеңіл, қолданысқа сондай ыңғайлы болу керек. Егер де Тоқаев мырза осыны көтермесе, сонда біздің тіл мамандарымыз оны көрмегені ма, сонда біз не үшін латын әліпбиіне көшіп отырмыз деген сұраққа келейікші. Бұл деген қолайлылықты көтеру деген сөз емес па? Қолымыздағы гаджеттарымыз, смартфондарымыз, телефондарымыз, компьютерлеріміз, компьютеризациялау осы тілді. Біріншіден, екіншіден, латын әліпбиін қолданатын шет мемлекеттерді қараңызшы, және кирилл әліпбиін қолданатын шет мемлекеттерді қараңыз. Қайсысының саны көп? Жартысынан көбі латын әліпбиіне көшті. Бұл деген сөз қазақ тілінің деңгейін сол мемлекеттердің қатарына қосу, ақпарат алыс беріс оңай болу керек. Сонда ол тікелей президент соны қатысып, латын әліпби бұлай болмау керек, бұлай болу керек деп қаншалықты дұрыс, сол мамандарымыз қайда қарап отыр деген сұрақ туындайды ғой. Әлі күнге дейін қазіргі соңғы бекітілгенінде қателер бар. Сол халықпен неге мысалыға етене жұмыс жасалмайды, неге ашық түрде тесттер жасалмайды? Сіз қалай қарайсыз деген, сонда статистика деген шығады ғой. Халықтың арасында да неше түрлі адамдар бар. Латын әліпбиіне халық бұрын көшіп қойған әлде қайда. Ол айтатын болсақ, WhatsApp желісі. Бұрыннан кімде кириллица жоқ, латынша ырылдатып жазып, бір-бірімен оқысып түсінісіп жүр. Соған да қарау керек. Ол да дайын бізге шпаргалка. Сонда осы сұрақтардан кейін мен өзім латын әліпбиі деп YouTube каналыма сабақ жазып, мен жібердім. Әдейі қазақ тілі аудиториясы үшін жібердім. Қаншама керемет ұсыныстар түсті маған. Осылай емес, бұлай осы сол кісілердің номерлерін алып, болашақта егер де септігіміз тетін болса, бірге атсалысайық деп, сол кісілермен де осы бағытта жұмыс жасаудамыз. Сыни пікір ол әрдайым болу керек. Сол сыни пікірлердің арқасында біз өсеміз, өнеміз, жетістікке жетеміз деп ойлаймын. Және де өз аудиториямды мен дайындауға да тырысам. Ол психологиялық бір
қысым болмау керек, психологиялық бір қысылу болмау керек, ол жерде шет тілдерін үйренген кезде, өзге тілде сөйлеп келе жатқан кезде барынша еркін сезінуге тырысу керек. Енді бұл жерде барынша еркін сөйлеп деп барлық қателмен, барлық жаңағы дұрыс емес сөздерді айту емес, қисыны келсін келмесін, әдемі сөйлеуге тырысу керек арнайы. Но арасында болып қалады енді, қателесіп қалатын кезеңдер. Сол кезде қазақ аудиториясы қолдау білдіріп, халық ретінде жаңағы халық болып бір жұдырықтан бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, бұл жерде қолдау білдіру керекпіз деп ойлаймын. Себебі бұл қолдау мүмкін ол оқушының одан да ары тезірек үйренуіне әкелуі мүмкін. Осы сұрақ маған өте көп келеді. Қандай кітаптарды, қандай жаңағы әдістемелік нұсқауларды, қандай каналдарды, қандай сайттарды, әлеуметтік желілерді бізге кеңес бересіз оқуға деп. Енді ол әлеуметтік желілерді қазақ тілі деп ашсаңыз, бүкілі келіп тұрады, алдыңызға. Сол жерден сізге қайсысы келеді, соны ашып оқысаңыз болады. Енді маған келетін бір кітап, бір әдістемелік нұсқа болғанда мен өз жолымды сондай бір уақыт жаратып оған жұмыс жасамас едім деп ойлаймын. Сол себептен толыққанды өзіме келетін ол өзімнің жұмыстарым. Ал бірақ қосымша ретінде ситуациялық қазақ тілі деген кітап бар, жақсы, мен оқушылардың қолынан өте көп көрем. Одан кейін Ирайда Кубаева Қайырхан-қызының жаңағы просто невероятно сложным деген кітабы бар. Одан кейін Ирина фамилиясы кімеді? Ирина Просто о сложном деген сайт бар, соны мен көп байқаймын жаңағы интернет ашқан кезде. Сол сайттардан үйренуге, қосымша ретінде үйренуге әрине болады. Маған көбінесе осы әлеуметтік желілер арқылы хаттар келіп жатады, олардың саны толассыз, және де былайша егерде жобалап қарайтын болсақ, шамамен барлығының түпкі тамыры ол бір нәрсе. Балалық кезімізде ата-әжемізбен сөйледік, кішкентай кезімізде, одан кейін балабақшаға орыс тілінде бардық, немесе жаңағы оқу орнын, мектепті, жоғарғы оқу орнын орысша бітірдік деп жатады. Осындай себептермен, сосын ата-анамыз үйде сөйлеген жоқ, бізде сөйлемейміз деп, осындай нәрселерді маған жазып жатады. Немесе жастайынан шетелге көшіп кеткен, және де олар әрине шетелге көшіп кеткен, әрі орыс мектебін оқығаннан кейін олар үзіліп қалады қазақ тілінен. Бірақ та сол жаңағы белгілі бір жасқа жеткеннен кейін 35-40 шамасына келген кезде адам баласы саналы түрде өзінің тамырын іздей бастайды екен. Ал тамырын іздеген кезде әрине ол бірінші жаңағы өзінің түп атасын, түп тарихын іздей бастайды. Әрине бұл тіл береді оған, қазақ тілі береді оған бұл нәрсені. Себебі мынау бір ағаймен сұхбаттасқан кезінде халықпен жалпы осы қазақ тілі тұрғысында көп сөйлесеміз ғой. Таксист мырза, ол кісі осы Астанада бірталай жыл бойы тұрған. Сол кісі айтады, менің былай статистикама қарайтын болсақ, дейді, менің талдауыма қарайтын болсам, дейді, оңтүстіктен келген азаматтар басқаша да, солтүстіктен келген азаматтар басқаша, дейді. Оңтүстіктен келген азаматтар, дейді, өздерінің ісін тауып, жаңағы дөңгелетіп шаруаларын сондай пысық келеді, дейді. Ешқашан сынбайды, дейді, бір қиындық болса, дейді. Ал солтүстіктен келген азаматтар, енді ол кісінің байқауы бұл, ол кісінің өзінің жеке анализі. Сол себептен бұл жерде мен дұрыс емес деп айтайын, бірақ сіздерге жеткізейін. Сол кісінің айту бойынша солтүстік кейде сынып кетеді, дейді. Жаман жолға түсіп кетеді, жаңағы ешнәрсе жасамай қояды. Сонда оның түбі оригинал болмай тұр ғой, түп нұсқа болмай тұр ғой, дейді. Ал егерде ол жаңағы, ал түп нұсқаны, оригиналды, түп тамырды не береді, ол тіл береді. Әрине, ананың сүтімен, ананың жаңағы тілімен адамның өзінің жаңағы оригиналдығын, әмбебаптығын қалыптастыруға болады. Менің арманым жалпы Қазақстанда қазақ тілі оқыту мәселесіне байланысты, оқыту методикасына байланысты мәселелер болмаса екен, мәселелердің барлығы түбегейлі шешілсе екен, қазақ тілінің деңгейі әлемдік алдыңғы қатарлы тілдердің деңгейіне өссе екен.